ДНК-ның қызметі ақуыздарды түзетін генетикалық кодты тасымалдау. ДНК жүргізетін осы бір күрделі атқарым дүниедегі әр түрі жасушаның негізі болып табылады. Ақуыздар әр биологиялық үдерісте дерлік негіз болатын атқарушы молекулалар. Біздің денемізде олардың миллиондаған түрлері бар. Гормондардан бастап, ферменттер мен шашымыздағы кератинге дейін. Олар үлкен, құрылысы күрделі амин қышқылдары деп аталатын кішкентай құрамдас бөліктерден тұрады. Біздің ДНК тек қана 20 амин қышқылын белгілейді, бірақ олар өте көп әртүрлілікке ие болатындай топтастырыла алады. ДНК амин қышқылдардың орналасуын бақылайтын маңызды нұсқаулар жиынтығынан тұрады. ДНК жіпшесінің әрбір үш негізі белгілі бір амин қышқылға сәйкес код тудырады. Сонымен, ұзындығы 100 амин қышқылы бар ақуыз, ұзындығы 300 ДНК негізі болатын тізбекпен кодталған. ДНК-ның осындай белгілі бір ақуызды кодтайтын бөлігі ген деп аталады. Адам ағзасында арнайы ақуызды кодтайтын 30 мыңға жуық әртүрлі гендер бар. Жасуша арнайы ақуыздың түзілуін қажет еткен сайын, нұсқаулар ДНК жіпшесі бөлігінен көшіріліп, РНК деп аталатын жаңа бір жіпшелі молекулаға көшіріледі. РНК бұл нұсқауды жасуша ядросынан алып, рибосома деп аталатын арнайы құрылымдарға тасымалдайды. Бұлар жасуша ақуызының фабрикалары. Рибосома РНК жіпшесінің бойында жұмыс істейтіндіктен нұсқауларды оқиды. Бұл нұсқаулар арнайы ақуыз жасау үшін қандай амин қышқылдар қажет, және олардың қандай тәртіпте бірігуі керектігі жайлы ақпарат береді. Жасуша тірі қалу үшін минутына 1000 рет ақуыздар өндіреді. Және біздің жасушаларымыз өндіретін барлық ақуыздардың нақты сипатын біз иеленген ДНК-мыз анықтайды. ДНК бізді осылайша бірегей етеді.